Жалпы осы шылаушын деген не? Көп адамдар осы шылаушын түсінбей жатыр. Жоқ, айтыңызшы, осыны жұмысын істей жүріп, осыны қосымша жалғастыруға бола ма? Болады. Не беріп жатсыз, семіртіп алыпсыз? 3 айда 10 есе көбейеді дедік. 180 тоннаны мысалы нарықта қазір 100 мың теңге тұрады тоннасы. 18 миллион ақша деген сөз. 547 миллиард доллар осы органикалық тыңайтқыш сатып алуға салған. Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін Шаймұрат атамыздың жұмыс басына келдік. Ол кісі шылаушынды қалай баптап жатыр екен, өз көздеріңізбен көретін боласыздар. Шаймұрат аға, сіз енді осы мына шылаушын бизнесіне қалай келдіңіз? Бизнесті қалай бастап кеттіңіз? Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен Шаймұрат Оразалыұлымын. Өмір бақи жаңалыққа ұмтылып жүрген кісімін. Бала кезімнен осында құштармын өзім. Жаңалық көріп сонан. Пенсияға шыққаннан кейін бері қарай да талай жұмыстың бетін қайырдық. Содан интернетте бір күн отырсам, органикалық тыңайтқыш өндіру мәнісі де біреу жазыпты. Содан көріп әлгіні осыдан 3 жыл бұрын. Соны құштар болдым да әлгіні қарай бердім, ютубтан қарай бердім, тиктоктан қарадым. Содан оқып, түйіп, әлгіні көрдім де, бұны көрейін енді. Қай жерде істеп жатыр екен десем, Түркістанда қатты істеп жатыр екен. Сосын Түркістанға бардым, былтырғы жылы күзге таяу. Түркістанға барып көрдім. Соны Түркістанға қарбызбен қызанақ өсіріп жатқан жерді көрдім. Қарбыздың биогумус салып өскен қарбыз 12 келіден артық екен. Қызанақтың жеген аны қызанақты жек көрдік, бала кезінде жеген қызанақ жеген сияқты болды. Дәмі, е? Дәмі, е. Содан мұнаны неге істемеске деген ой келді де, ары қарай Шымкентке келдім. Алматыда бір таныстар бар еді, солармен сөйлестім, сұхбаттастым. Содан күзде қарасам, Атамекен деген кәсіпорынның несіне бардым. Олар айтты, ой, оны істеуге болады, осындай бар грант деген. Грант бар. Иә. Қайтарымсыз грант деп. Қанша деймін? 5 миллион деп. Содан о бағым сынап көрейін деп гранттың бизнес планын жаздым өзім. Есебін, қисабын шығардым. Содан кейін бір кісіге уақытты қыз болып қалды да 4 күн қалған. Бір таныс адам бар еді, сол кісіге беріп, бизнес планды қалпына келтіріп, өткізіп. Алла қолдап, сол грант ұтып алдым. Грант ұтып алып, ол ноябрьде болған. Ақша осы жылдың қаңтардың 22-сі күні түсті. Содан бері қарай осы шылаушымды өндіріп жүрмін. Гранттан қанша көлемді грант еді? Грант 5 миллион теңге. 5 миллион теңге есеп шотқа түсті. Сонымен сол 5 миллион теңгені алып, ол бұлай қарағанда сонша көп ақша болмады. Балам бар еді, пенсияға шыққан. Үлкен ол. Соның жиған терген ақшасы бар еді, соны салып, осы тіршілікті жасап жатырмыз. Қанша уақытта тегіз алдыңыз? Грантты алғанда мен ноябрьде қорғадым. Соңғы маслихат шашылып қалды да. Маслихат болмағаннан кейін келесі жылы маслихат құрып айтып біткенше февраль болды. Сол ақпанның 22-сінде алып, соны пайдаланып, үкіметтің берген дүниесін пайдаланып, біраз қанша өзіміздің ақшаларды салып, тіршілік құрып жатырмыз, биогумус өндіріп, шылаушын өсіріп. Келген бетім сол. Досы, шылаушының әкелетін пайдасы қандай? Жалпы осы шылаушын деген не? Көп адамдар осы шылаушын түсінбей жатыр. Шылаушын деген ол Калифорниялық қызыл құрт. Ол 1937 жылы Калифорнияның ғалымдары солар ойлап тапқан құрт шығарған будандастырып. Бұл шылаушының несі алғаш неткенде өте жылдам өсіп өнген. Соның 36 жылы бұны ойлап тапқан. Содан 59 жылға дейін пайдаланған.
59 жылы ғалымдар бұның астыққа зияндығы бар, астықтың тамырларын жеп қояды екен, соған кетіп қалсақ қиын болады деген сияқты тағы да басқа амалдар тауып қолданыстан алып тастаған. Бірінші Америка құрама штатында болған. Содан келе бертін келе жер эрозияға ұшырады. Химияны пайдаланып, адамдар, Американың адамдары жеген тамақтары бәрі табиғи емес, сондықтан олар семіре бастады. Онан кейін тағы да аурушаң адамдар көбейді. Содан ол астан деп есептеп шығарды да, осы органикалық тыңайтқышқа көшеді деп ғалымдар қайтадан улап-шулап, сол Калифорния шылаушында өткен ғасырдың 80 жылдың жартысынан бастап пайдаланып жатыр. Қазір Калифорния шылаушыны, қызыл шылаушыны дүние жүзінде пайдаланып жатыр. Әсіресе Америкада, сонан кейін мұны Европа жақта. Біз жаққа келгенде, бізде Орта Азияда ең бірінші өзбек ағайындар бастады, қырғыздар істеп жатыр. Біз артта қалып кешеуілдеп келіп, бір 3-4 жыл болды Қазақстанды істеп жатқан. Шылаушыны ұстап жатқан, иә? Шылаушыны ұстап жатқан, иә. Бұл шылаушын енді Калифорниялық шылаушын орыс ғалымдары бұдан да бұрын шығарған, олар пайдаланып та жүр. Бірақ орыстардың старатель, соның дендробені деген екі сорт шылаушындары бар, олар жалқаулау келеді. Жалқаулау келеді де, соның кейін Калифорния шылаушын сияқты емес, жылдам өнбейді, өсіп өнуі ауырлау. Еңбекқорлық аз. Еңбекқорлық аз, жалқаулау кішкене. Калифорния шылаушын өте жылдам өнеді, өте жылдам өседі. Және де әрбір шылаушын, мысалы, сөткесіне 2 грамм өнім өндіріп береді, биогумус. 2 грамм өндіреді. Сонымен шылаушының өзін өндірудің жолы бар. Қалай өндіресің, қалай баптайсың, бұның да бабы бар. Дұрыс баптасаң, дұрыс пайдаласың. Шылаушын туралы нақты бір қолыңызбен ұстап бір адамдарға түсінікті түрде көрсетіңізші. Көп адамдар көрсетейік. Шылаушынды мына тақтаға саламыз да, соның кейін беті мына сабанмен жабықтырады. Өйткені сабан ылғалды ұстайды. Дымқылды сақтап тұрады. Бізде Талдықорған жақта ыстық қой күн. Сондықтан дымқылдықты сақтайды. Осының астына 20 сантиметрден бастаймыз, саламыз да, шылаушынды ішіне қоя береміз. Соңғы тамағын береміз, шылаушын өсе береді. Міне, мынаның астында бәрі шылаушын жасады, мінекей. Мынау жасқан шылаушындар жұмыс істеп жатқан, міне. Сабанның астында. Міне, қып-қызыл болып жатқан, мінекей. Міне, шылаушындар, міне. Мына көп байқап отырсыздар ғой, қызыл, міне. Бұның түріне қарап, жаңа жасын несін айталуға бола ма? Мына шылаушындардың мысалы, міне, мынау міне, екі қабат шылаушын десе болады, міне. Мына белдеуінде міне. Белдігі бар да. Белдігі бар. Бұл балалайтын шылаушын, бұл жұмыртқа табады деген сөз. Мынаның ішінде жұмыртқаларын енді, жұмыртқалары да болады бұлардың жататын жасы недер. Бәрі жерінде. Мынау ұсақтары, мынау кішкентай ұсақтары, ол жаңадан шыққан балапандары. Балапан шылаушындар. Бұл шылаушындар тек қана бет жағында жүреді. Астын қасақ, міне астында шылаушын болмайды, міне. Мынау дайын биогумус жатқан. Бұнда шылаушын болмайды. Әнекей. Бетінде жүреді шылаушындар. Мынау сонда қанша уақытта осындай дәрежеге келіп тұр? Шылаушын, алғаш шылаушын салғанда, бұны бізді аламыз да, шылаушын бір-бір деп салмаймыз. Біз өзінің мекендеген қиымен, мысалы 1 квадраттан 5 квадрат, 10 квадрат саламыз. Бұл 3 айда 10 есе көбейеді. 3 айда 10 есе? 10 есе көбейеді. 1 квадрат салсаңыз 3 айда 10 есе көбейеді. Сонда бір тал шылаушын 3 айда 10 шылаушын болады? Иә, 10 шылаушын болады. Сол 10 шылаушын болғанның өзінде, ана қалған балалаған шылаушындар уже аталасып, соның кейін жұмыртқа салып, 3 айдан ары қарай аналарда өсіп өне береді. Өте жылдам өсетін дүние екен. Бұларда еркек ұрғашы деген бола ма? Жоқ. Бұлар гемофродит дейді орысша. Ұрғашысы да еркегі де бола береді. Енді бұлар құрт болғаннан кейін айтады кейбіреулер, мақұлық нәрсе емес пе? Түкте білмейді дейді. Өте зиялы нәрсе десем айтуға болады. Ақылды, иә? Иә.
Бұлар күн ыстық болса, ана салқын жерге төмен түсіп кетуге тырысады. Аязда да сөйтеді екен. Күн ыстықта мысалы биыл 48 күн ыстық болып тұрды. Сол 48 күннің ішінде біз 2 мезгіл таңертең, кешке суық сумен жуып ұстап, шылаушынды сонымен аман алып қалдық. Бұл шылаушын -5 градуста ұйқыға кетіп қалады 5-тен кейін. Ары қарай 7, 8, 10 градусқа жеткеннен кейін өмірі тоқтайды. Ал ыстыққа келетін болсақ, ең ұзақ кеткені сол 30 градусқа шыдайды. Қалай сақтану керек одан? Оны сақтанғанда енді қысты күні біз бұны ерекше қымтап, дұрыстап жабамыз. Жазды күні салқындатып суға тырысамыз жабуға. Егер мүмкіндік болатын болса, мынаны көлеңкелік сетке тартып, солай жасайтын болсақ, бұл бақып болады, сабан жауып, ештеңке керек жоқ болады. Біз амалсыздан сабан жауып, сонымен пайдаланып жатырмыз. Бастапқы бір кедей амалдар дейсіз ғой, иә? Қалта көтермегеннен кейін қалтаға байланысты кедей амал мына сабанды жауып жатырмыз. Менің ойым енді мына сабан емес, келешекте егер ыңғайы болатын болса, қамыс дәл қазақтар шит оқиды ғой, соғы сапты оқып, 2 метр жасап, бір 10 метрден қамыс, сонда мына сабан араласпайды. Таза қамыстың өзі шығады. Мүмкіндік болса, соны жасайық деп отырмыз. Сабан емес, басқа шөп жабуға бола ма? Болады, шөптің самса дейміз, сағдар. Шөптің қалдығын жабуға болатын арам шөптерді астына жауып, көлеңке болса, ылғалдығы жақсы. Бірақ сабан өте пористияны, ылғалды бәрін жақсы ұстайды, сабанның айлы болады деген оймен. Енді шылаушының өзінің өміршеңдігі өте жақсы. Және де бұл ыстық суықты нетеді. Сонан кейін ана жолы бір ыстық болғанда, осы өзіміз тұрған бұртта шылаушының бетін жаппағамыз, жай ғана салдық та, тамағын жаңадан салдық та, өзіміз басқа шаруамен жүріп, күн ысығанда мына ненің беті, шылаушын бәрі шығып кетті, қып-қызыл болып кетті. Кілем сияқты болып қалды түгел. Содан біз қолма-қол су құйып нетіп жібердік, қайтадан төмен түсіп кетті. Қарасам, қазір мынадан бір дыбыс шығып тұрсын. Иә, сытырлап жүреді. Онан кейін мына шылаушының несі, тамағы азайып болса, бұл жүдеп кетеді. Жүдеп кетеді де, сонан кейін бұл қаша бастайды жан-жаққа. Жан-жаққа қаша бастайды. Айырылып, жүдеп кетеді де, сон тамақ іздейді. Шетіне бәріне шығып кетеді. Сондықтан оған тамақты уақытында беріп отыру керек. Сіздікі қазір мына тамағы жеткілікті тұр ма? Тамағы қазір 5 сантиметр салғанымыз соңғы. Енді қазір мына жатқан кедір бұдырдың бәрі түзеледі. Тегістеледі. Тегістелгеннен кейін өзі дүп тақтай сияқты болып қалады. Соң енді соны көреміз де қайтадан тамақ саламыз. Мынаны енді осы келесі қыркүйектің 15-інде мынадағы шылаушындарды аулап алып қысқа дайындай бастаймыз. Қанша уақытта жеткен жетістік, мысалы, қанша шылаушын салдыңыз мынаған? Бір нарядқа. Мына рядтың өзінде қазір мына бір рядта 18 метр, мынада 5 квадрат шылаушын жатыр. 5 квадрат шылаушын жатыр. Орта есеппен 2,5-2 метрге бір мөлшеп кетеді, сонда 5 квадрат. 5 квадрат шылаушын жатыр. Мына 18-де мынада 7 квадрат жатыр мынадарда. Оларда барып көрсек бола ма? Көрек. Салып қойған мынаны. Шама келсе тақтай, не болмаса кірпіш салған дұрыс. Мына шеті құламайды. Міне мынада тақтай шетінде жоқ. Мынаны байқасаңыз, міне шеті құлап жатыр. Биогумустар араласып отыр дейсіз ғой, Ана шығып тұрған, анау комбайндар дұрыс жимағанның несі бидай шығып тұр. Сабанның арасынан қалған бидай сол шығып кетті. Мынау бір жұмадан артық қанат тұрған нәрсе бір жұмада өсіп кеткен біледі. Мен қарасам, кейбір кісілер осындай шылаушынды салды, отырғызды, үстінен көкөністер егіп қойды. Ол енді көкөніс өндіретін болса басқаша әдіспен өсіру керек қой. Енді мынаны қопсыту керек мысалы. Айына 2 рет мына түбін қопарып қопсытып отырмаса, тұншық қалады шылаушын. Тұншық қалады. Мынада да сондай шылаушындар жүр. Мыналар өзі бір-біріне жарасып жатыр ғой. Жоқ, олар өздері солай тіршілігі сол семьяларымен жүреді. Сонда ана жердегі сияқты шылаушындар міне.
Қаптап жатқан шылаушын. Міне мына кішкентай Қағаздар міне керемет. жұмыртқасы міне мынау сарғайып тұрған мына бір жұмыртқа міне. Кішкенесі. Болашақ құрт. Кішкентай Сіздің шылаушындарыңыз жуан екен ғой, үлкен-үлкен. Тамағы Не тоқ. беріп жатсыз, семіртіп алыпсыз. Семірткен, сол әдейі семіртіп жүрмін. Сіздер келеді деген соң аткорымға қойып қойдым. Сіз өзіңіз арық шылаушындарыңыз семіз. Қараудан ба? Иә, бұның шылаушында екі әдіспен шығаруға болады, былай қараса. Бірінші әдісі бұның көңді, жас көң. Аткорымның алынған, мына жаққа анау. Аткорымнан алынған дүние. Бұнау 6 ай болды ұзаса. Бұнау жас қи болатын. КамАЗбен әкеп сүрттік те, соның кейін оны трактормен шашқыздық, жал-жалғы. Сосын бұлай шашып, сосын культиватормен ұсаттық та, су құйдық, соның кейін жайдық, мынау жалпақ болып жатқан. Күнге кептірдік. Күнге қақтадық, күнге қақтағаннан кейін кезек сияқты қатып қалады екен. Оның кейін қайтадан су құйдық та, мынаған саламыз, ғаламат жейді екен. Екінші жолы бұны вермикомпост жасауға болады. Вермикомпост. Оны сабанды 70% сабан, 30% малдың қиын салу керек. Қиын салып араластырып, бір кезек сабан қиын салып отырып, соның кейін үстіне су құйып, соның кейін биопрепараттар бар, жасайтын қолдан. Соларды құйып, бір айдың ішінде вермикомпост жасап алуға болады. Онымен сонымен пайдалануға болады. Ең тиімді, менің тәжірибем бойынша, ең тиімдісі жылқының қиы. Жылқының қиы? Иә, мен өзім специалистім, зоотехникпін. Жылқының қиында 70% қорытылады, 30% қорытылмай қалады. Шөп, таза шөп. Сол жылқының қиы дұрыс болады, сиырдікі жақсы болады, қойдікі кішкене ауырлау болады. Бірақ оны да пайдалануға болады. Тауықтікін пайдалануға болады. Тауықтікі бірақ бір жылдан артық жату керек. Сол енді тәжірибе бойынша жұмыс істегенде мына шылаушындарды өндіріп жатқанымыз қазір техника болған жағдайда қолда бір мини погрузчик болса, мынау түкке тұрмайтын жұмыс болады. Енді сіз айтыңызшы, жай адамдар мысалы әлі түсінбей жатыр. Бір адам 5 квадрат алып бастайын десе, не дайындық жасау керек? 5 квадратты алатын болса, мысалы жазды күні көктемнен бастап өсірем десе, 1 квадратына шамамен 2 тонна қи алып, қиды жуу керек әдемілеп. Жуғанда оның бәрін әлгі түгел әппақ болғанша жуған емес суды. Су кішкене сарғыштана бастағанда жууды тоқтату керек те, соның соған шылаушын салу керек. 5 квадрат, мысалы 10 тонна қи керек. 10 тонна, 10 тонна қи керек. 5 квадратта, әрбір квадратта, мысалы ғалымдардың айтуы бойынша 2000 шылаушын болады. Әр квадратында. 5 квадратты 2000-ға көбейтетін болса қанша болды? 10 мың ба? 10 мың шылаушын. 10 мың шылаушын күніне 2 грамм жейді, сонда күніне 20 килограмм жейді. 20 килограмм биогумусыңыз дайын болады күніне. Күніне. Олар еще алғашқы бастағаны. Онан кейін олар балалайды, балалары қосылады, әйтеді, бүйтеді. Соның есебіне келгенде өзі күніне 25-30 килограммға жеп қояды. 3 айда 10 есе көбейеді дедік. Ол кезде басқаша қалыпқа түсіріп жасауға болады. 50 квадратқа шығып кетеді ғой сонда 3 айда? Иә, 3 айда сол 50 квадрат. 5 болатын болса 10 есе көбейеді. 50 квадрат. Егер дұрыстап температурасын қарап отыру керек бұның термометрмен. Соның ылғалдықты өте жақсы көреді. Шылқылдап су болмау керек. Қолмен ұстағанда, міне мысалы міне бізде мына жерде жатыр. Міне мұны шылаушындар жатыр. Міне бұлай ұстағанда мынау міне күлше болып қалу керек. Шылаушынды қарашы міне қандай. Күлшеуді жасайын деп ем, шылаушындар шығып кетті. Содан кейін бұл сондай ылғалдықта тұру керек. Ылғалдық жақсы болса, шылаушын өте жылдам өседі екен. Тамағы дұрыс болса, ылғалы дұрыс болса, өте жылдам өседі. Қиын ештеңкесі жоқ. Үйренем десе, ұмтылса, ақ ниетпен істейін десе. Бірінші кезекте сонда көңді, жаңа сіз айтқандай мынандай 20. Иә,
көңді 20 сантиметр салатыны бұл шылаушын алғаш салғаннан кейін сол 20 сантиметрді жейді. Егер 40 сантиметр салатын болсақ, үстін жейді, асты соғы қалып қояды. Асты соғы қалып қояды. Сондықтан 15-20 сантиметр салу керек те, 5 квадрат метрден орта бизнеспен шұғылданам деген кісі 5 квадрат метрден салса, 3 айда 50 квадрат болады, келесі қысқа түскенде уже 500 квадрат. Bir жылдың ішінде 500 квадрат шылаушын болады. 500 квадрат шылаушын, биогумустар қанша болады? Биогумус 500 квадрат, мысалы әрбіреуі 2 тоннадан жейтін болса, уже 100 тонна болды ма? 100 тонна болды, 100 тонна шылаушының егер сиырдың жаңағыдай кептірген көңі болатын болса, онда 70% биогумус шығады. Вермикомпост жасап, сабанмен араластыратын болса, ол жеңілде болады. Одан ең ұзақ кеткенде 40-50% биогумус шығады. Мен санап көріңіз дейсіз ғой, Иә, ар жағын есептеңіздер. Енді бұның бабы сол, егер шұғылданам дейтін кісі болса, ауланың өзінде шұғылданатын болса, кейбіреудің тиын тебені жетпейтін бизнеспен, именно сол бизнес жасаймын, осыдан табыс табам десе, онда солай істеуге болады. 5 квадраттан бастағаны дұрыс болады. Қалта көтеретін болса, 30-дан бастаса тықтайды. Bir жылдың ішінде міне мен 30-дан бастадым. Алла бұйырса, бір жағынан Алланың көмегі, екінші жағынан өзіміздің ұмтылысымыз. Қазір міне жерде 380 квадрат жатыр. Жалпысы, Жалпысы мына жатқан, мына бір адамдардың бәрін есептегенде 380 жатыр. Табысы енді бұлай қарап 380-ден біз есептеп, орта есеппен кубатурасын алып тастағанда мынаның ішінде 180 кубатура жатыр. Кубатурасын біз килограммда өлшемейміз, литрмен өлшейміз. Килограммда өлшесек, мынаның нететін болсақ, кубатурасын 1/3-ке көбейтетін болсақ, 180 тонна биогумус жатыр. 30 квадраттан шыққан 180 тонна. 180 тоннан мысалы нарықта қазір 100 мың теңге тұрады тоннасы. 18 миллион ақша деген сөз. Только несінен? Биогумустың өзіне. Шылаушынды алатын болсақ, қазір менде қысқа қалтыратын 50 квадратты қысқа қалтырсам деп отырмын. Сатылатын 80 квадрат бар, 80 квадрат 80 мыңнан сататын болса, 6 миллион 400 мың. Сонда біз... Сіз қанша ақша салдыңыз сонда? Соны айтыңызшы, елге қызықтысы болып тұр. Мен салғаным өкіметтің әлі 5 миллионын салдым, бірақ 5 миллион бәрі осыған кеткен жоқ. Мұна маңайды қоршадым. Мұнау склад салып жатырмыз. Территориясы қоршады. Онан кейін мұна складқа көп не кетті, ақша кетті. Онан кейін мұна көң тасқанға көп ақша кетті. Сіз өзіңіз елге тасқызып әкелдіңіз? Елге тасқызып әкелдік. Bir kuzuvun salярка қымбаттамай тұрғанда bir 10 tonna камаз әкелді. Тиегені бар, несі бар, 18 мың теңге тұрды. Мұна жерде, осы біз тұрған жерде қазірдің өзінде 780 тонна көң жатыр. Қысқа дайындық анау шөп басқан анау қара болып жатқан. Қара болып жатқан сол жерде көң жатыр. Азықтарыңыз? Иә, қысқа азық. Бұны енді Алла бұйырса осы қысқа саламыз, оны трактормен төңкеріп ақшасын салып төңкертеміз. Сонымен етеміз. Шығын енді бұлай қарағанда бұның өз құны. Енді шын пейілмен айтатын болсақ 70-80% пайда береді. 70-80% пайда береді? Иә. 70-80% пайда береді. Біз енді жұмыс істегеннен кейін бұл биогумустың біріншіден пайдасы қалай десек, биогумустың пайдасы біріншіден денсаулыққа жақсы болады. Өйткені жерден шыққан жердің эрозиясын кетіреміз, жерді өңдейміз, дұрыстаймыз. Онан кейін сол жер дұрысталғаннан кейін жердің өнімі, шығатын өнім таза болады. Химикат пайдаланбаймыз. Биогумусты ғана саламыз, өсімдік ауырмайды. Мына көң саламыз дейді елдер. Көң салатын болса, ол 3-4 жыл жатқан көң, оның қасиеті кетіп қалады. Екіншіден ол жаңбыр су тигеннен кейін ол қолма-қол шайылып кетеді.
А мына биогумус салгандан кийин, бул биогумус салынгандан кийин узаса бир 10 күн, одан да бурун ана жерге сіңіп өзі сол салған өнімнің маңайына. Бұны жанагы арпаға қаншалықты беруге болады? Бидайға қаншалықты? Осы жерінде бір айтыңыз. Бұның енді ғалымдардың айтуы бойынша, мен оның өзім көргем жоқ, бірақ ғалымдардың айтуы бойынша естігенім, көңілге түйгенім, 1 гектар өсімдікке, мына злаковый дейді орыстар. Бидай, арпа, тары деген сияқты, сұлу деген сияқты. 5 тонна биогумус құрғақ кету керек. Кәдімгі түбіне ме? Түбіне емес, оны кәдімгі ана жыртатын жердің, мысалы жыртатын болса, қазір аудармайды ғой. Плоскорезбен жыртады, сонда жыртатын жерге шашып, көңге шашады да, сонан кейін плоскорезбен жүріп, культиватормен жүріп, сонан кейін егінді егеді. Дробить етті. Ал егер жай өзіміздің бақшаға салам десе, мына помидор, қияр, солардың түптеріне 250 грамм, 300 граммнан салынады. 250 грамм, 300 граммнан салынады. Литрмен қанша кетеді? Сол литрмен 300 литр солай келеді. Ал енді мына қарбызға келетін болсақ, қарбыздың түбіне 350-400 граммға кетеді. Бұны салғанда мен Алматыдан бір азамат бар, не өткізеді, сарымсақ өсіреді. Сол күздігіні осы биогумусты салған екен 5 сотық жерге. Биогумус салып, соның күзді әлгіні культиватормен араластырып, соның кейін әлгі сарымсақты қолмен әр түбіне егіп, соны салған, сосын бетіне ана елеп алған қалған биогумусты елейміз ғой. Елегеннің қалған бетіне салған мульча ретінде. Одан басқа түкте жұмыс істемеген. Тек қана гүлдері шыққанда соны жұлып алған. Әрбір соты жерден 180 килограммнан сарымсақ алыпты. Байқып қалдым деп отыр, 6 миллион теңге ақша алдым. Ол да табыс. Биогумустың қасиеттері сондай. Енді биогумус қазір сұраныс қалай? Сұраныс біз Қазақстанда болсын, әлемде сұраныс болсын. Әлемде сұраныс болғанда, әлемде сұраныс өте көп. Қазір бұл елде ең көп өндіріп жатқан Индия елі. Қытай өсіріп жатыр, өндіріп. Соңын жаңа айттым, Америка құрама штаттарында, Европада деп. Ең көп сұрап жатқан бұны Араб елі. Сұраныс. Араб елі, иә. Биылғы мен ақпарат бойынша 547 миллиард доллар осы органикалық кіңайчы сатып алуға салған. Егер біз мынаны стандартқа, халықаралық стандартқа сай өндіріп нететін болсақ, біздің мына биогумусымыз мұнайдан 2 есе артық болады бағасы. Келешекте қазақ елінде әрбіреуміз біз қазақ етті жақсы жейміз, малды жақсы ұстаймыз. Сондықтан әрбір аулада осыны ұйымдастырып бизнеспен шұғылданам деген жігіттер болатын болса, есіне түйіп алу керек. Болашақта бұл мұнайдан қымбат болады. Қазірдің өзінде қымбат. Оны түсініп біздің өкімет қазір мәжіліс қаулы қабылдады, заң қабылдады. Заңда органикалық биогумустың қалай пайдалану, органикалық өнімдерді пайдалану, өсіп жету туралы заң шықты. Өкімет алла бұйыртса 24 жылы субсидия береді шаруаларға деп естіп жатырмыз, соған қуанып жатырмыз, сондықтан мынаны дамытамыз деп жатырмыз. Қысқа қарсы мынаны саламыз, көбейтіп. Бұл сонда органикалық тыңайтқыш болып тұр ғой, иә? Иә, бұл органикалық. Химикатпен екеуінің айырмашылығын бір түсіндіріңізші, халыққа болсын. Химия жасайтын болса, ол қолдан естесін табиғи емес. Табиғи емес, біріншіден ол әлгі жердің құнарлығын құртады. Ішіндегі жердің құнарлығы болғанда, жердің ішінде ұсақ көзге түспейтін микроскопический бактериялар, неше түрлі жерге пайдасы тиетін жәндіктер болса, соларды ана шөпті өсіреміз, не өнімді өсіреміз деймізде,
химиялық заттарды саламыз. Селитра дейміз, басқа өнімдер бар. Солар сепкеннен кейін ана жаңағы кішкентай бактериялар түгел өліп қалады. Жердегі құрт құмырсқалар жалпы айтқанда. Жердің құнарлығы кететіні сол болады. Біздің мына биогумус қайта ана сол бактериялармен өндіріп, сол бактерияны көбейтуге ықпал тигізеді. Мысалы бір салсаңыз, биогумусты бір салғаннан кейін, бұл биогумус бір қалыңдап дұрыстап салғаннан 3 жыл салып керек жоқ. Биогумустың өнімі салғаннан кейін 30%-тен 40%-ке дейін артық болады. Сонан кейін 15-20 күн бұрын пісіп қасиеті сол. Ал елге тиетін пайдасы қазақ елінде мысалы жаңа мал көп ұстаймыз дедік, ауламыз таза болады біріншіден, екіншіден ана құнарлы өнім аламыз, таза өнім алғаннан кейін денсаулыққа пайдасы өте зор болады. Болашақ ұрпағымыз біздің дені сау, бұрынғы батыр бабаларымыз сияқты мықты жігіттер болып өседі. Үшінші қасиеті мына әрбір аулада мысалы жаңа 5 квадрат сылау үшін өндірсе деп жатырмыз. 5 квадраттың өзінен шығаратын болса, егер дұрыстап істейтін болса, жылдың аяғына дейін кем дегенде бір 10-12 миллион табыстанады. Осы 3 қасиет үшін осыны өндіру керек. Әрбір қазақ, әрбір азамат осы биогумуспен шұғылданса, айланса, шылаушын өндіріп, сатып алып, шамасы келсе, солай істесе дұрыс болады. Жаңағы қайталап айтам, 5 квадрат метрден бастаған өте тиімді болады. Қолжетімді, қолжетімді шамасына қарай. Егер тіпті кедей амал, тіпті түгім жоқ дейтін азамат шығатын болса, 2 банан коробкасын сатып алса, 2 банан коробкасын алса, мысалы 2 банан коробканы 1 тонна, жарты тоннаға, 1 тоннаға таяу көңге салады. Сол 3 айдың ішінде 2 коробка 10 есе көбейеді, 20 болады. Ол 2 квадрат деген сөз. 3 айда 2 квадрат болды, ерте көктемде салса, тамыз айында 20 квадрат болады. 20 квадратты алып, тағы да қазан айына дейін егер дұрыстап баптап ұстайтын болса, 10 есе көбейді, 200 квадрат болады. Сонда бір несі, бір банан коробкасы 15 мың теңге тұрады. 30 мың теңгеге соны алды. Енді ана қалтасы жоқ, тақыр кедейім жоқ түгім деп отырады. Бар болса да жоқ деп айтатын әдетіміз бар емес. Жоқ деп жоқ білсе жоғала береді. Сондықтан соны солай істеуге де болады. Ол ауланың алдында ғана істеуге болады. Енді мына жерде айта кететін мәселе бұның сатылымы. Сатылым жағына келетін болса, біздің адамдар басымыз қатпайды. Өйткені біз осы жұмысты бастардың алдында ынталы жігерлі азаматтар қосылып, 22 азамат қосылып, кооператив ашып алғанбыз. Өндірістік кооператив. Сол өндірістік кооперативімізде жұмыс істейміз. Сол кооперативіміз бұйырса, күзден бастап бізден биогумусты сатып алады. Кооперативтеріңіздің атын айтсаңыз болады ма? Кооперативтің аты Асқақ деп атын қойғанбыз. Асқақтайық деп. Өзіміз сонымен бәріміз, сол 22-міз бірдей шұғылданып, осымен атсалысып, мынаны қалай істесек деп бір кісідей ұйымдасып жұмыс істеп жатырмыз. Аллаға шүкір жаман емес, біз қазір тіршілігіміз оңға басып келе жатыр. Кооператив қазіргі кооператив туралы айтатын болса, қазіргі бастамамыз тек қана биогумуспен шұғылдану. Өркендеп аяққа тұрып алғанша. Келешекте ең негізгі жұмысымыз биогумус болады, бірақ басқа салалар осы биогумустың арқасында біз мысалы балық өсіруімізге болады, тауық өсіруімізге болады. Соңыра биогумус көбейгеннен кейін оны кептіріп, ұнатып, ұсақ қып жасап малдың жеміне беруге болады. Мал жылдам семіреді деп ғалымдар айтып жатыр. Мен ютубтан көргенде бір азамат өте қатты ауырып неткен екен, соны шылаушынды жуып, қайта жуып тазартып алып, соны духовка дейміз, нан пісіратын. Соны газ плитаның ішіне салып,
соны кептіріп ұнтақтап сонан кейін тамаққа қосып жеген екен. Құлан таза жазылдым деп. Қытайлар сияқты шылаушын жеп кеттіңіз ба? Шылаушын жейміз бұйырса. Белок бұл өте не нәрсе. Енді қида жатқаннан кейін бізге ерісі болып тұр ғой. Шыбын шегіртке жейтін Қытай емес, біз қазы қарта жейміз. Бұның әкелетін пайдасы қандай? Негізгі пайдасы? Негізгі пайдасы жердің эрозиясын дұрыстайды, жерді дамытады, байытады, гумус пайда болады. Тоғайға кірсең, теретін түбін қазып қойсаң қап-қара ғой топырақ. Сол сияқты жеріміз сондай болады. Тіпті бұның сұйық түрін шығарып ғалымдарға істеп жатыр. Ол әлгі саз жер бар ғой, саз жерге салғанда шықпайды, мына жердің түптер шықпайды деген саланчақ дейді орыстар. Сол жерден өнім алып отыр. Житкі жасап, сұйық жасап отыр. Ол бір. Екіншіден биогумустың, жаңа айтып кеттім, денсаулығымыз түзеледі, ұрпағымызды. Қазақ елінің атағы жер жарып, әлемге таныстырды. Аграрлық мықты мемлекет болуға мүмкіндік болады. Ол біздің несібемізге жатпайды, ол енді ұрпағымыздық. Сіз айтпақшы, сонда әлемдік бренд болады дейсіз ба? Бренд болады, да. Әлемдік бренд болады. Алла қосса, ұмтылып істейтін жағдай болса, біз сол әлемдік брендке тырысуымыз керек. Біздің кооперативтің мақсаты да сол. Халыққа жұмыс істеу, тиімді ұсыныспен біз халыққа қол ұшын көмек береміз деп отырмыз. Алла жазсын. Әрине, халықты да ойлаймыз, өзіміздің де қарнымыз ашпасын дейміз. Кооперативке біз 22 кісі құрылтайшы болдық. Енді бұл кооперативке пайщик дейміз. Пайщик қазақша білмей тұрмын, пайщик дейміз. Мүше ма? Мүше ме, солай шығады, мүше деймін, пай салады. Енді біз сонша көп пай нетпейді, кірер. Алғаш кіргенде жарнагер деген жарна 10 мың теңге салады. Жарнагер ғой, 10 мың теңге салады, иә. Содан кейін 10 мың теңге салғаннан кейін бізден міндетті түрде шылаушын сатып алу керек. Сіздерден шылаушын сатып алу керек? Иә, шылаушын сатып алады міндетті түрде. Бізден шылаушын сатып алады да, содан кейін сол шылаушынды өсіріп өндіреді. Өсіріп өндіргеннен кейін 1 жыл өндіреді, 1 жылда биогумус шығады, шылаушын шығады, соларды сатқаннан кейін ең төменгі жарнасы, пай дейміз ғой, жарна. 100 мың теңге салу керек. Жоғарғысында шегі жоқ. Мысалы жоғарғысы 20 миллион салама, 25 миллион салама өзі біледі. Енді мына кооператив мынадан шыққаннан кейін, мына өнімді алғаннан кейін бізде салысамыз, құрылтайшылар, бәріміз бірігіп отырып, бұны сатуға тырысамыз. Мысалы қазір 50% мысалы төмен алсақ, нарық көтеріліп кетсе, біз құба деп пайда табамыз. Пайда тапқаннан кейін, сол пайданы кооперативтің өркендеп өсуіне жұмсаймыз да, қалған ақшаны құрылтайшылар мен пайщиктің ортасында бөлеміз. Салған ақшасына қарай. Құрылтайшыларда бір бетке белгі болса, бір бетке ақша салса, пайщиктер 100 мыңнан жоғары сала береді. Сонда салған пайызына қарай табыстан мына биогумус өндіреді, шылаушын өндіреді. Оған қосымша кооператив жарнасын салып, жарнасын өсіріп ала береді дейміз ғой? Иә, өсімін алады, пай ретінде. Кооперативтің несі тұрмысы сол. Онша көп емес, мысалы айына 10 мың теңге, бір ағыре салынады, айына емес, бір ағыре салады 10 мың теңге. Содан кейін бір жыл толғаннан кейін, толардың алдында 100 мың теңгесін салады. Егер қалтасында ақшасы болса, 100 мыңды қолма-қол салады. Осы біздің бастамай жатқан жаңағы ағайындарға не айтасыз? Енді бұның енді мен грантқа ақшаға түскенде ойладым, мен қартайып қалдым ғой деп. Соның интернет деген бар емес, өсекші деймін мен. Сол интернет дегенде қарап отырсам, грантты кім ұтып алды екен деп қызығып қарап отырмын ғой. Сөйтсем, Шымкент жақта 94 жастағы апам ұтып алыпты. Сонан кейін мен ойладым, ойбай акам, 94 жастағы апам ұтып алса, мен әлі 80-ге толғам деп, мен бала екенмін ғой деп, соған ұмтылғам. Бұны менің қазақ еліне айтатыным ақ ниетпен, таза пейілмен, өзің ғана ойламай,
елді ойлап, осыны істесем, осыны өркендетсем, бір киттей болса елге пайдам тисе деп істесе, бұл құба құп. Алла да оны құптайды, адамдарды құптайды. Адамның пейілінен артық нәрсе жоқ. Кең болсаң кем болмайсың дейді қазақ. Кем болуға тырысу керек. Мына неден тіпті Жақыбай жарлы адам келіп маған аға мен осыны істейін деген түгім жоқ десем, мен мынадан 1 квадрат шылау үшін тегін беруге бардым. Одан мен кеміп қалмаймын, ештеңкем кетпейді. Қонақжай қазақпыз дейсіз ғой? Қонақжай қазақпыз, я дастархан жайық. Соны биогумуспен айлану керек. Қазақта не көп. Мынау жалғыз, мен айтайын деген, мынау жалғыз малдың қиыннан емес, тамақтың қалдығы еттен, балықтан басқа сала беруге Мына болады. жақтарды түсірші, бәрін көрсін. Сала беруге Қанша болады. уақытта өскен? Баланың бәрін қайласа, сонымен ауламыз таза, беліміз сау, өзіміз бақылап